Hello my friends. Hi. To be етістігі ағылшын тілінің ең негізгі етістігі. Соңғы сабақта біз баяндауыш сөйлемдерді қалай құрастыруға болатынын үйрендік. Мысалы, we play football. Ал енді етістігі жоқ сөйлемдерді қалай құруға болады. Мысалы, мен Алматыданмын, бәрі жақсы, біз ағайынбыз және тағы да басқалар. Осы етістікті таза түрінде қолданбаймыз. Ол әрқашанда бір түрде болып келеді. Мысалы, осы шақтың үш түрі am, is, are. I am. Ол мен деп аударылады. Қысқаша I'm ready. Мен дайынмын. I'm happy. Мен бақыттымын. He, she, it есімдіктермен am-нің орнына is қосылады. He is, қысқаша his. He's young. Ол жас. She is, қысқаша she's. She's old. Ол кәрі. It is, қысқаша it's. It's new. Ол жаңа. Осы жерде адамның атын немесе заттың атауын қоюға да болады. Мысалы, my father is strong. Менің әкем мықты. My father'ның орнына he is деуге де болады. My mother is tall. Менің анамның бойы ұзын. My mother'ның орнына she is деуге де болады. Алматы is a big city. Алматы үлкен қала. Алматының орнына it is деуге де болады. They, we және you есімдіктермен are формасы қосылады. You are right. Сенікі дұрыс. We are wrong. Біздікі дұрыс емес. They are busy. Олардың қолдары бос емес. Осы жерде де адамның аты немесе заттың атауын қоюға болады. Мысалы, Зере and Алия are friends. Зере мен Алия достар. Washington and London are the capitals. Вашингтон және Лондон астаналар. Түсінікті ме? Good. See you. Bye bye. Сау болыңдар.